أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мынандай бір хадис жеткізіледі. Кім Аллах Тағаладан мынандай 5 нәрсе сұрайтын болса, Аллах Тағала ол адамныңға міндетті түрде сол 5 нәрсесін орындауға уәде береді дейді. Солардың ең біріншісі, кім Аллах Тағалаға шүкіршілік ететін болса, Аллах Тағала сол шүкіршілік еткен нәрсесін міндетті түрде арттырып беремін деп уәде береді екен. Құранда Аллах Тағала айтады: "Астағфируллах, ла ин шакартум ла азиданнакум." Егер шүкіршілік ететін болсаңдар, міндетті түрде арттырамын деп уәде береді. Сол үшін қандай бір жақсылыққа қол жеткізіп жатып, Аллах Тағала шүкіршілік ететін болсақ, Аллах Тағала уәде береді, оны одан да ары көбейтіп беруге, арттырып беруге уәде береді екен. Екінші, кім дұға жасайтын болса, Аллах Тағала дұғасын қабыл етемін деп уәде береді. Егер дұға жасамайтын қауым болса, Аллах Тағала ол қауымды жоқ қылып, дұға жасайтын қауымды өзі алып келіп аламын деп айтады екен. Дұғаның қабыл болуының 3 шарты бар. Біріншісі, егер дұға жасайтын болсақ, ол дұға қабыл болады, міндетті түрде қабыл болады. Екінші жағдай, егер дұға жасайтын болсақ, сол дұғаның құрметіне біздерге бір жамандық келіп жататын болса, қиыншылық келетін болса, Аллах Тағала соны жеңіл қылып өткізеді екен, сол дұғаның құрметіне. Ол қиыншылық тағдырымызда бар, бірақ ол келеді, бірақ жеңіл болып өтеді екен сол дұға жасағанымыз үшін, дұғаның құрметіне. Үшіншісі, дұға жасаймыз, ол дұға ақыретке қалады екен. Ертең ақыретте сондай үлкен сауаптарды көрген кезде адам айтады екен: "Бұл кімнің сауабы?" десе, періштелер айтады: "Бұл сіздің сауабыңыз. Мен бұндай сауаптар істемегенмін ғой" десе, "Сіз кезінде дұға жасаған едіңіз ғой, сол дұғалар жиналып осындай сауаптарға айналған" деп айтады екен. Сол кезде жаңағы адам айтады екен: Аллах, сол қысқа ғұмырымдағы барлық дұғаларым қабыл болмағанда ғой" деп айтады екен. Сол үшін біз дұға жасайтын болсақ, міндетті түрде осы 3 жағдай болады. Дұғамыз қабыл болады, болмаса бір келе жатқан жаманшылықты жеңіл өткізеді, болмаса ақыретте сауап болып беріледі екен. Енді үшіншісі, истихфар айтатын болсақ, Аллах Тағала кешірем деп айтады. Аллах Тағаладан кешірім сұрасақ, Аллах Тағала кешірем деп уәде береді екен. Бір қария Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келіп сұраған екен: "Я Расулаллах, бір қателік жасап қойсам, сөйтіп Аллах Тағаладан кешірім сұрасам, кешіре ме?" дегенде, әлбетте кешіреді деген екен. Қария қуанып кетіп, кері қайтып барып, қайтадан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, тағы да бір қателік жасап қойып, күнә істеп қойып, кешірім сұрасам, кешіре ме деген кезде, Аллах Тағала әлбетте кешіреді деген екен. Қария қуанып кетіп, кері қайтып, тағы да келіп Пайғамбардан тағы сұраған екен: "Егер тағы да қателік жасап қойып, Аллах Тағаладан кешірім сұрасам, кешіре ме?" дегенде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Егер пенде кешірім сұраудан жалықпаса, Аллах Тағала кешіруден жалықпайды" деп айтқан екен. Сондықтан үнемі Аллах Тағаладан кешірім сұрап отырсақ, Аллах Тағала кешіреді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да өзі күніне 70 мәрте истихфар айтып отырған екен. Төртіншісі, кім тәубе етсе, тәубесін қабыл етуге Аллах Тағала уәде береді екен. Тәубенің 3 шарты бар. Сол істеген күнәсіне өкіну керек екен. Екінші, сол мезетте сол күнәні тоқтату керек екен. Бірден тоқтату керек екен. Үшіншісі, уәде беру керек екен: "Мен осы күнәні екінші мәрте істемеймін" деп. Сол кезде тәубе ететін болса, Аллах Тағала тәубесін кешірем деп уәде береді. Бесіншісі, кім садақа жасайтын болса, Аллах Тағала садақасын қабыл етем деп айтады екен. Садақам қабыл болмай қалады деген ешқандай жаман ой болмау керек.
садақа бересіз, Аллах Тағала қабыл етемін деп уәде береді екен. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, осы 5 нәрсені кім шүкіршілік еттіретін болса арттырам дейді, Аллах Тағала уәде берген екен. Кім дұға жасаса дұғасын қабыл етемін деп Аллах Тағала уәде берген екен. Кім истихфар айтып кешірім сұраса кешірем деп Аллах Тағала уәде берген екен. Кім тәубе жасаса Аллах Тағала тәубесін қабыл етемін деген екен. Кім садақа берем десе садақасын қабыл етемін деп Аллах Тағала уәде берген екен. Сол үшін осы амалдарды жасап жүруімізге Аллах Тағала нәсіп етсін.